Бәріне сәлем, қазақ елі, есімім Гүлбақыт Сатжанқызы Исаева болады. Осы 16 желтоқсан 2025 жылы Алматы қаласы Сәтпаев көшесіндегі Тәуелсіздік монументіне 1986 жылғы желтоқсан құрбандарына тағзым етіп, қаралы күнді еске алуға бейбіт түрде алаңға шыққан болатынмын. Сол жерде TikTok желісінен тікелей эфир ашып тұрған жерімнен кенеттен полиция қызметкерлері келіп, төлқұжаттарын көрсеткісі келмей, өздерін дұрыс таныстырмай, менен түсініксіз құжаттар талап етіп, арқамда ілініп тұрған көк туымды жұлып, бас киімімді жерге таптап, шашымнан жұлып, тартып, екі қолымнан күштеп, қысым көрсетіп, алаңнан бейбіт тұрған жерімнен заңсыз көлікке күштеп, мәжбүрлеп, отырғызып, ұрлап алып кеткен болатын тапа-тал түсте. Қазір видеосын саламын. Жігіттер, қайдасыңдар, қазақ жігіттері? Неге шықпайсыңдар сіздер? Әйел адам қыз балдар шыға беру керек па сонда? Міне қыз басымызбен де келіп тұрық қой. Демократия орнау керек! Диктатура жойылсын, парламенттік жүйе орнау керек! Тоқаев кет! Құл болып шаршамадыңдар ма? Если со мной что-то случится, қара беттерден көресіңдер. Ага. Кім екен? Так, мен не прочитала еще раз. Так, полиция майор Елгундиев Олжас Адылович 04.08.2028. Ага. Ол қара бет түсіріп алды видеоға, болды қара бетті. Ага. Қандай документ, қандай? Не үшін? Жоқ, ал қолда, ал. Қашым. Қастар біледі, бар ма қолдарын қыздар біледі. Бойшыны, пидорас, шакал, меншер біледі. Пидорасдар біледі. Өте көшінде, тварлар біледі, мусорлар біледі. Отақпас, мал, Жаңағы видеоны байқасаңыздар, тікелей эфир жүргізіп жатқан жерімнен эмоцияға беріліп, жүрегім қан жылады, көзіме жас алдым. Өйткені 2022-де қаңтар оқиғасында қаза тапқан 4 жасар Айкөркем Меделхан, және тағы да басқа жастар, нәрестелер, барлығы қаза тапқан, мерт болған құрбандарды еске алып, 1986 жылғы желтоқсан құрбандарын еске алып, 2011-де Жаңаөзенде болған оқиғалар, жаңағы мұнайшылар барлығы қаза тапқан, соның бәрін еске алып, елде болып жатқан әділетсіздікті әшкерелеп, осы зұлым жүйенің бетін ашып, майғар ашып айтып жатқан соң көзіме жас келіп, жүрегім қан жылады. Одан кейін мен ұялы телефонымды қолымнан жұлып алып, тәркілеп, полет режиміне қойып қойды жаңа полиция қызметкерлері. Радостовец көшесіндегі Бостандық ауданының Алматы полиция басқармасына алып келіп, 3 сағат бойы адвокатпен қамтамасыз етпей, заңға бағынбай ұстап тергеді. Сол ғимаратқа кірген кезінде жаңағы полиция қызметкерлері Елгундиев Олжас, Төлегенов Жанқожа, Марат есімді, фамилиясы есімде жоқ, бір бөлмеге апарып, Самал, фамилиясы есімде жоқ, сол әйелді полиция қызметкерін шақыртып, үстімдегі киімдерімді шешкізіп, заңсыз бүкіл үстіме, денеме обыск жасады. Одан соң тергеуші Оспанов Нұрсұлтан Аманкелдіұлы кабинетіне шақырып, менімен профилактикалық әңгіме жүргізді. Сөйлесу барысында кабинетке тергеушінің бастығы УП подполковнигі Аханов Дидар Ержанович кіріп келіп, маған Ақтаудан Алматыға не үшін келдің, не мақсатпен келдің, кіммен келдің, қандай транспортпен келдің, неше күн болды келгеніне, кімнің үйінде қонып жатырсың деген орынсыз келеңсіз сұрақтармен жаудырып, моральдық, психологиялық қысым көрсетті. Не үшін жауап беруім керек деп бетін қайтарған соң, сол Дидар жаңағы тергеуші Нұрсұлтанға қарап, осы қызға материал жинай бер деп бұйрық берді де, маған ала көздеп кабинеттен шығып кетті. Содан кейін тергеуші Нұрсұлтанға мән-жайды түсіндіріп, елімізде болып жатқан оқиғаларды айтып, халықтың әлеуметтік жағдай өте нашар, несиелерге, қарызға әбден батқан саяси тұтқындар Марат Жыланбаев, Әйгерім Тілеужан, Думан Мұхаммедкәрім, Жаслан Көпеев, Айдар Сыздықов және тағы да басқа тұтқындар түрмеде жатқан туралы сөз бостандығы жоқ екенін айтып түсіндірсем де, мені мәжбүрлі түрде түсініктеме жазып алғызды. Ол түсініктемені жазбастан протокол об отказе толтырып, абақтыға арестке жатқызамыз деді. Маған адвокат бермеген соң, ешқандай түсініктемені өз қалауыммен жазғым келмеді. Мені яғни мәжбүрлеп жазғызды. Өз еркіммен алаңға тағзым етіп, қаралы күнді еске алып, осылай бейбіт түрде алаңға шыққан жерімнен, ешқандай қылмыс жасамай тұрған жерімнен, жаңа полиция қызметкерлері, қара беттер, бандиттер келіп мені ұрлап кетті. Осы мені заңсыз ұрлап алып кеткен, күш қолданып, заңсыз тергеп, моральдық, психологиялық қысым көрсетіп, қорқытқан полиция қызметкерлерінің үстерінен шара қолданады деген ойдамын. Өздеріңіз байқасаңыздар, бізде ешқандай сөз бостандығы жоқ. Міне тағы да дәлел. Алдында 25 қазан күні республика мерекесіне орай бейбіт түрде Ақтау қаласына шыққан болатынмын. Ол кезде де мені перегар шыққан мас күйінде келген қара беттер полициялар келіп, автозаққа тиеп алып кеткен болатын. Енді міне 16 желтоқсан Алматы қаласына шықтым. Бұл кезде де мені ешқандай заңға бағынбай, жеке шекарамды бұзып, құқықтарымды таптап,
шашымды жұлып тартып мені заңсыз ұрлап кетті. Ешқандай да бізде әділеттілік жоқ, ескі жаңа Қазақстанды деген мүлдем жоқ, тәуелсіздік жоқ, ешқандай. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, бейбіт тұрған жерден мені қыз баласын алып кетіп тұр екінші рет. Ол не деген сөз? Бізде ешқандай әділеттілік жоқ. Жаңа батырлар түрмеде отыр, айтып өткен, абақтыда отыр, аштық жариялап. Бірақ күрес жалғасуда. Бұйырса, қазағым бай қуатты болып, еркін, бостандық алып, тәуелсіздік алып, жаңағындай күшті демократиялық мемлекеттердің қатарына енуді бұйырса атсалысып, әлде де күресеміз. Алла қазағым. Сол 16 желтоқсан Бостандық ауданы Алматы полиция басқармасына РОВД-ға мені алып кеткен соң 3 сағат бойы тергеді. Одан кейін шыққан соң маған тосын сый жасап, Алматы қаласында белсенділер және де халқым күш қуат беріп, мені қолдап, артымнан келген барлық белсенділерге алғысымды білдіремін. Мені далада қалдырмай, осылай күтіп алып, жаңағыдай қолдау білдіріп, ілтипаттарын, жақсы ниеттерін айтты. Барлығына, келген белсенділерге рахмет. Күрес жалғасуда. Алла қазағым, бұйырса әділдік орнайды, демократия орнайды, бұйырса парламенттік жүйе де орнайды, премьер-министр болады. Тек Алла қазағым, оянайық, ойланайық.